Қайырлы күн достар. Бейсенбі және жұма күндері ашытқысыз тез дайындалатын шелпектің рецебімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, әрі бір рет жасап көрсеңіздер, үнемі дәл осы рецеппен жасайтын боласыздар. Алдымен қайнап тұрған ыстық суымызға тұзымызды салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың үстіне сұйық майымызды құйып, артынша ыстық суымызды құйып, тез-тез қамырымызды илейміз. Байқаңыздар, суымыз қайнап тұрғандықтан қамырымыз ыстық болуы мүмкін. Осылай қамырымыздың басы біріккенше жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ әрі жылтыр болып шықты. Дәл осы қамырымызды пищевой пакетке орап 15 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз демалды, өте күшті болып тұр. Жұмсақ әрі жылтыр болып шыққан. Ешқандай ұнның қажеті жоқ. Дәл осы қамырды 7 бөлшекке бөлеміз. Барлығын бірдей теңдей қылып бөлуге тырысыңыздар. Барлығын дөңгелектеп 7 бөлікке бөліп шығып, осылай дөңгелектеп қоямыз. Енді осы қамырымызды өте жұқа қылып жаямыз. Ешқандай ұн сеппейміз. Байқасаңыздар, міне өте жұқа қылып қамырымызды жайып алдым. Қалған қамырымызды да осылай жайып дайындап қоямыз. Орташа қызып тұрған майда екі бетінде 20-25 секундқа тез-тез қуырып аламыз. Шелпегіміз өте тез піседі. 25 секунд жеткілікті. Сәл ғана сарғайса болды. Бұл өзі-ақ ақ шелпек, сол себепті бұны қызартудың қажеті жоқ. Осы шанышқының көмегімен шелпегімізді дайындап алып, майын сырғытып аламыз. Дәл осы шелпектің рецебі өзіме қатты ұнады. Сол себепті сіздермен бөліскім келді. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.